Қайырлы күн достар, мен бүгін ыстық күнді шөл қандыратын салқын көженің рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Мен салқын көжені арпадан дайындайын деп жатырмын. Сол үшін арпамызды ең алдымен жақсылап жуып аламыз. 5-6 қайтара жақсылап жуылған арпамызды кеңде ыдысқа салып, салқын судың үстіне салып, газымыздың астын жағып, қайнататын боламыз. Қайнағаннан кейін міндетті түрде көбігін алып тастаймыз және татымына қарай тұз саламыз. Және арпамыз жақсылап піскенше қайнатамыз. Қайнатылған арпамызды салқындатып алып, салқындағаннан кейін үстіне айранымызды құятын боламыз. Мен қолдың айранын құйып жатырмын. Міндетті түрде айран ащы болу керек. Егер сіздің айраныңыз тұщы болса, күнге 1-2 сағатқа қойып ашытып алыңыздар. Сол кезде дәмі өте керемет, шөл қандырар көжеміз дайын болады. Осылай дайын болған көжемізді ыдысымызға құйып іше береміз. Көжені қайнататын кезде кез келген дәнді дақылды пайдалана берсеңіз болады. Күріш, қарақұмық, бидай сияқты суын молдау қайнатып, осы өзінің суының үстіне айран қосып жасасаңыздар, өте дәмді болады. Видео ұнаса каналыма тіркеліп кетіңіздер.